Сәлем достар, бүгінгі біздің видеомыз адамның өкшесі не үшін жарылады және де ол жарылған жағдайда қандай әдістерді пайдаланып орнына келтіреміз, осыған арналатын болады. Жалпы адамның өкшесі сыртына қарап бірден емдей беруге болмайды. Өйткені өкшенің көп бөлігі адамның организміне байланысты жарылуы. Яғни бізде макро, микроэлементтер жетіспесе, А, В, С, Д, Е витаминдер жетіспеген жағдайда адамның өкшесі жарылады. Біз күнделікті өмірде витаминдерді, БАДтарды ішу арқылы бұл витаминдердің орнын толтыруымыз қажет. Витаминдерді үзбей ішу арқылы біз оның орнын толтырамыз және де мына әдістерді пайдалануға кеңес беремін. Бірінші әдіс: жұмыртқаның сарысын бір шай қасық лимон шырынын екеуін қосып, бір ас қасық картоп крахмалымен араластырасыз. Осы қоспаны табан айналасына жағып шығасыз. Әбден кеуіп ұнтаққа айналғанға дейін ұстайсыз. Одан кейін жуып тастап, міндетті түрде майлы крем жағып қоясыз. Бұл бізде бірінші әдіс, яғни оны түнде жасаған жөн болады. Екінші әдіске тоқталатын болсам, шырыны көп алоэ өсімдігін аласыз да, жұмсақ жерін әбден езіп, табаныңыздың жарылған жеріне жағып, бетін целлофанмен жауып, үстіне ХБ нәски киіп аласыз. Яғни бұны да түнге қарай жасау керек, түнде жасалатын компресс болып табылады. Жалпы алоэні жаққанда бұл алоэ өсімдігінің көп жылдық болғанына мұқият назар аударыңыз. Біздің үшінші тәсілі бұл арнайы аптекада сатылатын метил урацил деген майз бар. Сол майзды алып, табан өкшеңізге жақсаңыз болады. Яғни оны белгілі бір уақыт аралығында үзбей жасап отыру керек. Осы сонда сіздің табаныңыздың жалтырап жарылма шығуына әсерін тигізеді. Жалпы видеоны соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Менің каналым ұнаса лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз. Сіздермен болған әсем әлем.